Сметанный пирогқа қызыл ірімшік пен тары қосып жасап көрдім. Өте дәмді болып шығады екен. Отбасымызға қатты ұнады. Ең алдымен ұнға қант және де қамыр қопсытқыш салып бір араластырып аламыз. Одан соң салқын сары майымызды салып крошка жасаймыз. Келесі кезекте бір жұмыртқа қосып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бірден айта кетейін, жұмыртқаңыздың көлемі кішкентай болса, бірден 2 жұмыртқа қосуға кеңес беремін. Дайын болған қамырды 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Мына жерде менде жуып тазаланған тары, оның үстіне қайнап тұрған сүт құйып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Содан соң жаңағы қамырымыздың үлкендеу бөлігін пирогтың астыңғы бөлігіне, ал кішкентай бөлігінен осылай бортиктарын жасап дайындап аламыз. Міндетті түрде вилкамен үстінен басып шығыңыздар. Салмасына қаймақ, жаңағы бұқтырып қойған тары, бір жұмыртқа, дәміне қарай қант және де крахмал қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың жартысын ғана құямыз, ал ортасына төртбұрыш етіп туралған қызыл ірімшігімізді салып шығамыз және де қалған салмамыздың барлығын құйып, алдын ала қызып тұрған печкіде 175 градуста шамамен 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскеннен соң міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағат суытамыз, содан соң 2 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол кезде формасын жақсы ұстап, ортасындағы салмасы жақсы қатаятын болады. Түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.